Бауыржан Момышұлы атындағы номер 131 мектеп-лицейі. Ғылыми жоба тақырыбы ағылшын идиома әлемінде. Орындаған мен Бақытжан Айнұр, ғылыми жетекшісі Мұхамедқазы Ақжанберікқызы. Тақырыптың өзектілігі: шет тілін үйренудің бір мақсаты ол елдің идиома фразеологизмдерін үйренуге жатады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев: біз алдағы уақытта осы алған бағыттарымыздан таймай, әлемдік биіктерді бағындыра береміз. Ол мақсатқа жету үшін ең алдымен әрбір қазақстандық бәсекеге қабілетті болу керек. Бәсекеге қабілетті болу үшін біз 3 тілді меңгеруіміз керекпіз. Ол ана тіліміз қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі болып саналады. Тақырыптың зерттеу деңгейі: бұл жұмыста мен Оксфорд сөздігін пайдалану. Оксфорд сөздігі ол сөздіктердің арасындағы ең белсендісі болып саналады. Оксфорд сөздігі Оксфорд университетінде 1948 жылдан бастап шығарылды. Зерттеу жұмысының мақсаты мен міндеті: мен осы жұмысты талқылау барысында мен идиомалардың қиыншылықтары мен солардың шешуді мақсат қойдым. Зерттеу жұмысының жаңалығы: ағылшын тілінде де қазақ тілінде де идиомалар сөзбе-сөз аударылмайды. Қазақ тілінде тұрақты сөз тіркесі фразеологизмдер болса, басқа тілдерде идиома деп аталады. Идиома толық мағыналы сөздердің мазмұны ортақтасып, эксертивті эмоционалды бояуларда, әдеби тілде де жиі қолданады. Бұл тәсілді ақын-жазушылар өздерінің шығармаларында, поэзияларында қолданады. Біз идиомаларды көгілдір экранда да, тауарлардың сырттарында да көп кездестіреміз. Идиома бұл сөз тәртібін қатаң сақтайтын, бүтін ретте болатын сөз тіркесі. Мысалы, көздің қарашығы тура мағынада болса, ол біздің көзіміздің қарашығы болады. Ал ауыспалы мағынада біз оны өте қадірлейтін адамдарға айтамыз. Затқа не адамға. Бір-екі мысал келтірейік. To live hard on the hog. Мұқтаж көрмей өмір сүру, рахатта өмір сүруді білдіреді. Ағылшын идиомасының өзінің ерекшелігі бар. Егер фразеологизмдер сөзбе-сөз аударсақ, біз сол тілдің сөйлеу мәнеріне нұқсан келтіреміз. Мысалы, ағылшын тілінде as busy as a bee толасы жұмыс жасау болып аударылады, ал сөзбе-сөз аударсақ, ол да қызық, арада жұмыс жасау деп шығушы еді. Бір-екі мысал келтіріп өтейін. Kettle of fish, ойсыз жағдай. Word to the wise, ақылды бірге тандыр. Old as the hills, өте ескі деген мағыналарды береді. Осы ғылыми жобаны қорытындылай келсек, біз идиома мазмұнының тереңділігімен, өткірлігімен, өміршілігімен ерекшеленеді. Көлемнің ықшамдығына қарамастан, ол өте көп заттарды өзінде жасырып отырады. Бұл жұмыстың нысаны туыс емес, қазақ және ағылшын тілдерін идиомаларын аударғанда тілдік ерекшеліктерін талдауды құрайды. Ағылшын идиомаларын қазақ халқына идиомалармен салыстыру арқылы туыс емес тіл болса да, халықтардың ортақ жағдайында көп екенін байқалады және осы халықтардың бір-бірімен жақсы түсінуіне, жақындасуына әкеп соқтырады. Мен бүгінгі жастардың 3 тіл білуін қолдаймын. Мемлекеттік тіл, мемлекеттік құрушы ұлттық тіл, ал орыс тілін білу ұлы байлық. Ағылшін тілі ілгерушілік пен технологиялардың тілі болғандықтан біз оны үйренуге тиіспіз, ал қазақ тілі барлық қазақстандықтарды біріктіріп, жақындастырып, өзара түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді.